жұмыспен қамтылған азаматтар өзінің айлығының 2%-ын мемс жүйесіне төлеп отыр. Яғни 850 мың теңгеге дейін 2% алынады. 850-ден жоғары алатын азаматтардың жалақысы үстіндегі қаражат жарнапұлдан босатылып отыр. Мысалыға 3 миллион алатын азаматымыз тек қана 850 мың теңгенің көлемінен төлейді да, оның үстіндегісін төлемейді. Ал біз қазіргі таңда соны көтеруге ұсыныс бердік. Жұмыс беруші 40 еселенген ең төменгі жалақының есебінен ұсталынады. Ең төменгі жалақы бүгінгі таңда 85 мың теңге болса, соны 40-қа көбейтіңіз, соның мөлшерінде 2%-ға дейін үстемақы ұсталынатын болады. Одан жоғарысынан ұсталынбайтын болады. Бұл жұмыс беруші үшін. Ал жұмыс істейтін азаматтар үшін негізі 20 еселенген, яғни 85 мың теңгені 20-ға көбейтсеңіз, сол мөлшерлеме ең жоғары шегінен ғана ұсталынады да, одан жоғарысы ұсталынбайды.